Баршаңызға сәлем. Бүгін 2 сынып қазақ тілі 99-шы сабақ дара және күрделі зат есім. Егер видео ұнаса, соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, және де арнаға тіркелуді ұмытпаймыз. Дара және күрделі зат есім. Дара және күрделі зат есімдерді ажыратуды үйренеміз. Және де мәтін мазмұны бойынша сұрақтар қоя алатын боламыз. 64-ші жаттығу. Ертегіні тыңда. Түлкі, тасбақа және кене. Баяғыда түлкі, тасбақа және кене үшеуі жолдас болып келе жатады. Алдарында бір уыс тары жатыр екен. Үшеуі ойланып, мұны тұқым қылып жерге егіп көбейтейік. Сонан кейін бөліп алайық деді. Түлкі бір жарды көріп, мен осы жарда сүйей тұрайын, болмаса құлап кетер, деп жардың астына саялап жатып алады. Тасбақа жерді тырналап, кене тарыны жиып, егіп әлекке түседі. Сөйтіп көп бейнет шегіп, тары піскен соң, оны орып жинап алады. Ертегі мазмұны бойынша сұрақтар құрастырып, және оларға жауап бер. Арамен жазылған сөздердің дара және күрделі зат есімдердің қайсысына жататынын анықтам. Енді сұрақтар құрастырып, соларға жауап берейік. Бірінші, ертегіде кімдер жолдас болды? Түлкі, тасбақа және кене жолдас болды. Екінші, олар не тапты? Олар бір уыс тары тапты. Үшінші, жинаған өнімді қалай бөлді деп ойлайсың? Түлкі еңбектенбей, тек жатып алды. Тасбақа мен кене тарыны жинап, егіп өсірді. Сондықтан еңбектенгендер өнімді еленуі керек. Төртінші, түлкінің қылығы туралы не айтар едің? Түлкі жалқаулық танытты, тек пайда табуды көздеді. Ол еңбектенбегендіктен өнімге лайық емес. Мәтіндегі дара зат есімдер тары, кене, жолдас, тұқым, ал күрделі зат есім тасбақа. Келесі 65-ші жаттығу. Жаңылтпашты көшіріп жаз. Көлшіктегі көлбақаны аласың ба, тастақтағы тасбақаны аласың ба? Дара және күрделі зат есімдерді тап. Дара зат есімдер көлшік, тастақ, ал күрделі зат есімдер көлбақа және тасбақа. Келесі 66-шы жаттығу. Жұмбақты көркем жаз. Шешуін тап. Ай далада ақ отау, аузы мұрны жоқ отау. Күрделі зат есімді тап. Бұл жұмбақтың жауабы жұмыртқа. Ал күрделі зат есім ай дала, аузы мұрны. Келесі шығармашылық үзіліс. 67-ші жаттығу. Ребусты шеш, шешуіндегі сөз туралы энциклопедиядан біліп ал. Бұл ребустан жеті қарақшы деген сөз шығады. Енді жеті қарақшы туралы қысқаша мәлімет бере кетсек. Жеті қарақшы аспандағы 7 жұлдыздан тұратын шоқ жұлдыз. Ол шөмішке ұқсайды және түнде жақсы көрінеді. Қазақ халқы оны жол табу үшін пайдаланған. Егер жеті қарақшыны байқасаң, темірқазық жұлдызын табуға болады. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Егер де видеом ұнаса, соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, және де арнаға тіркеліп, достарыңызға таратуды ұмытпаймыз. Ал түсінбеген жерлеріңіз болса, сұрақтар туындаса, комментарийға жаза отырыңыздар. Мен барлықтарыңызға міндетті түрде жауап беретін боламын.